Сәлем достар, сіздермен бірге IT Talk, IT қазақша подкаст. Жалпы біз IT саласында жүрген қызықты таныстырмайсың ба бізді? сұрақтармен әңгімелесетін боламыз. Бүгін бізде қонақта Досбол, Олжас, Елдар және мен Әбілқайыр. Қош келдіңіздер. Жалпы сіздердің мысалы IT саласында жүргендеріңіз бірнеше жыл болды және өздеріңіздің күнделікті күндеріңіз қалай басталады, алғаш жұмыс күндеріңіз? Менде әдетте кашадан басталады, каша жеймін. Жуын шайын, офисқа келіп, офиста кофе ішіп. Әдетте өзі обедке дейін, түске дейінгі нелерді айттым. Стендаптар, дейліктер, кездесулер болады. Негізгі жұмысты, ең үлкен жұмысты сол таңертең жасауға тырысамын. Сол менде. Енді келесі сөз кезегін деп көкітсең. Менде то же самое, но энергетик кейде көп ішетінім бар енді. Солай, түске дейін сол дейликтермен жұмыстың андай қосалқы шаруалармен жүреміз да, одан кейін ақырындап жұмыс басталады. Өзім бір қалып. Андай ютубтағы адамдар түсіріп жатады ғой, бір әдемі таңертең смузи жасап, ондай жоқ енді, бірақ тырысамыз сол келуге. Досбол сен де енді. Менде тоже азында барасың, каша жейсің, ең бірінші. Бірақ негізі мен өзімде продуктивный уақыт болады әр адамда. Менде мысалы азанда сағат 9-дан 1-ге дейін сол уақытта бүкіл қиын жұмыстар беріледі ғой. Тасктар, нелері, соның бәрін азанда бітіруге тырысамын. Содан кейін обедтен кейін уже кішкене қиындау болады да, жұмыс істеуге. В основном продуктивный күні менде азанда басталады. Сондықтан каша ішемін, чай ішемін, болды. Менен басқасын бәрі каша ішемін ғой. Каша шесіндіріп каша. Сен де өзіңде қалай Әбілқайыр? Мен де қалай болса, мен де ұйқыдан тұрамын. Сағат қараймын. Сен де жұп. Соға түсіңдер. Соға шығып кетемін. Жоқ, мен завтракты офиста ішемін. Келем, бізде 9:30-да примерно уже дейлік басталады, 10-ға дейін. Содан кейін ерте келсем, ерте ішіп аламын, завтрагымды болмаса дейліктен кейін ішемін да. Сөйтіп жүргенде 10:30-11 болады, сөйтіп жұмыс басталады. Бірінші жұмысым менде почта тексеруді басталады. Қандай сообщение келді, мынау деген сияқты. Содан уже ары жұмыс басталады. Мен жұмыс күннің бірінші жартысында ешқандай қатты жұмыстар қарамаймын. Логтар қараймын, ананы қараймын, мынандай қараймын, задачалар көп бастамаймын. Менде жұмыс обед ішіп келгеннен кейін басталады. Негізгі барлығында солай сияқты ғой көбісінде. Сондай бір не болатсақ, бір таңертең келгенде ұйқыңнан шыға алмайсың, жұмыс, анау жиналыс, анау сұрақ қояды, мынау сұрақ қояды, соларға жауап беріп жүргеніңізде бір уақыт өтіп кетеді. И бір 2:30-дан кейін уже отырамын, кешкі 7:30-ға дейін толық задачаларды бітіруге. Сондай бір неме өтеді, темп өтеді. Жұмысты ерте бастағанша лучше кеш бастап, кеш қайтқан кайфовый ма бірдеңе. Сондай бір өзінің несі бар. Әр адамда әртүрлі. Біреулер бар, ерте бастап келесап, кейбір адамдар келесап бастап кетеді, сразу отырып жұмыс істеп кететіндер бар екен. Мен келген кезде, мен дейлік стендап дейтін болды бізде жиналыста. Мен жолда кіремін сондай неге. Сондай кондиция. Кондиция. Жолда келетінді сөйлесіп келемін, и келемін, уже кофе алып келемін, и отырамын, кофе ішемін, и содан бір компьютерін қосамын мен. Сосын почта қарап сөйтіп кетеді да. Завтрак ішпесем, сол завтрагымды ішемін, әкеліп негізі көп жерде жұмысқа бір таңертең 9-да басатын болса жұмыс 15 минут бұрын, жарты сағат бұрын келген жақсырақ дейді да. Енді бұрын мен андай болатын, ерте келетін кездер болатын. Ерте келесің, әріптестерім, коллегаларым бірге сол жұмыста завтрак ішесің, соған бірге кофе ішесің, сосын соған бірге дейлік стендаптарға қатысасың, сосын бар жұмыс задачалар уже басталып кетеді да солай. И одан түсіндім мен. Что-то это не то, лучше емес. Уақыт көп кете ма? Көп кетеді. Ұйықтап келейінші дедім да, оған дейін бір тақап келемін, бір біразға дейін ұйықтаймын. Определенный уақытқа дейін. Өзім бір уақытым бар, типа 8:40-да тұрамын деген сияқты да, ұйқыдан. Бұрын 6:40-да тұратын едім, 2 сағат өзіме қостым. Зато жұмыстан кеш қайтамын. Сондай бір нелер жүр. Жұмыстан ерте қайтуға тырысамын негізі, бірақ основном азанда келдім, мысалы қиын задачалар береді. Задачалар бөлінеді ғой, мысалы оңай, орташа, қиын задачалар болса, азанда істеуге тырысамын. Егер азанда істемесе, уже обедте наоборот ұйқы қысып, бүйтіп отырасың, маужырап. В общем, сен кеткен кезде уже примерно задачалар бөліп қайтасың, мен мына задачаны бітіріп тастаймын, мына задачаны істеймін. Жаңа Досбол айтпаған нәрсенің өзі техниканың аты бар сондай. Съесть лягушку дей ма, ең қиын жұмысты бірінші сол істейді. Бірақ әр адамда әртүрлі да. Мен просто мысалы продуктивное время дейді ғой, жаңағыдай. Менде либо түнде, либо азанда. Сол уақытты жібермеу керек. Обед уақытында емес никак. Обед уақыты жоқ. Обед уақытында ұйқы келеді. Біреулерде болады да кейде де оңай задачалар бірінші қойып қояды да.
сосын соңында қиын задача отырады. иә андай отвлекать етпейді деген кезде Вот менде хаос болады екен да, мен өзіме ұнайды сол. Причем маған ең важный критерий задачаны алғанда срочности да, просто қай задача тезірек біту керек соған қараймын да, қайсысы қиын екенін. срочно Кейде андай моменттер шығып кетеді ғой, бір моментте 2-3 задачаны қатар қарап отырасың да, андай сосын қиын негізі солар. Олай істей алмайды екен. мүмкін саған ұнайтын шығар кейде. Мен жартылай істей кетіп біреуін екіншісін істеп тастап сосын қайтадан ана жартылай істегенді мүмкін кейде ұнайтын шығар жаңағыдай ше. Мультитаск. Иә, бүкіл задачалар істеп отырып, не қылып, Иә, ондай өзі занятой болып сезініп ше. кейде сезінгің келмесе де сезіндіреді ғой өмір деген ондай. Бұл мен сөйтемін, 2 задачаны сразу ашып қоямын, қараймын, қайсысын бір бастап кетемін, или может бітіріп тастаймын, екінші көшемін, или болмаса подряд қарап отырамын дейді. Ол жерде делегирование деген нәрсе де бар. Егер соны жақсы меңгеріп алсаң, оңай деген тапсырманы басқа адамға беріп Сол кезде мысалы 2 сағаттың ішінде 3 задачаны бітіріп тастауға болады да. Или 2 сағаттың ішінде 1 задачаны бітіруге болады деген сияқты ғой. Кейде мысалы тапсырманың деңгейіне байланысты. сен біліп тұрасың сол задачаның оңай екенін, бірақ қашып жүресің соны. Созып аласың. Созып білесің да ол Тіпті проекттер болып тұрады бір ашқың келмейтін, ашсаң ана бір. бірақ біліп тұрасың қалай істеу керек, не істеу керек, қанша уақыт кететінін. Сондай болады, кейде сол задачаны бітіріп тастағым келіп тұрады да, кейде да. Кейде сол жүре бергім келеді, енді жақындағанда бітіріп саламын ғой. Даже ондай емес, подсознательно ашқың келмей тұрады да ана проекттің өзінше. Миыңда тұрады. Өзі проекттің аты да ұнамайды саған. Мен мысалы бэкэндті білмеймін, мен өзім фронтендті істегеннен кейін мысалы верстка болады да. Верстка мысалы қиын емес. Біздің жаңағы жұмыста версткалар қиын емес. Мысалы iPhone шығарып жатқан жоқпыз соған. Новый iPhone шығып жатқан жоқ. Анимациялар былай. Білесің да, бір енді 1 сағат уақыт кететін. Бірақ сонда да бүйтіп, ертең істеймін, арғы күні істеймін. Оңай ғой деп. Пятницаға келген кезде арасында азанда шарт етіп 1 сағатта істеп тастайсың. Спринт бітуіне 2 күн қалған кезде ма? Мысалы сіздер жұмыста алғаш IT-ге келген күндеріңіз қалай өтті? Мысалы ең бір жұмыс күніңіз, мысалы жаңа компанияға келдіңіздер, сол қалай басталды алғаш жұмыс күндеріңіз? Мен точно Қандай қызық нәрсе болды? Қызық, күнжойыс. Мен жұмысқа тұрған кезде мен фронттардың арасынан бір жалғыз ғана өзі жаңа разработчик бастығым келеді, айтады, осындай проекттер бар, жаңа жүріп көрсетемін дейді да, и проект ашады. Ол проектті уже аутсорста бітіріп тастаған да. Бұл сенің алғашқы жұмысыңда ма? Жоқ, алғашқы жұмыс болғанда именно осы біраз істеп жатқан разработкада ше, прям разработка деп айтуға болады. Бірақ оның алдында былай көп жетеді. Веб-студияда жаңағыдай өзіме фриланс болған уақыттарда. Просто бір қызық болған нәрсе да, былай кабинетіне барамыз, айтады, мында проект бар, көрсетемін саған қалай, осылай істеу керек дейді. Ашады, бір код прикинь, мысалы бір файлдың ішінде 20 000 строк код жатыр ғой. Түсіндің ба дейді ғой. Ішінде фронтында бүйтіп көрсетеді, мынандай істейді, мына бүйтіп қосылады, мына пакеттер бүйтіп скачать етесің. Болды, түсіндің ба деген кезде. Иә, түсіндім деген сала. Особо қиын ештеңе жоқ деп айтқан. Бірақ вообще дым түсінген жоқпын ше. Сөйтіп бардым, проектті ашып, не болады сен алғаш жұмысында өзіңнің ана білмейтініңді білдіртпеуге тырысасың. Негізі, оказывается, со временем үйренеді екенсің. Бір задача берген кезде сен өзің жаңағыдай бір задачаны, мысалы мен 2 ай істедім, 1 ай істедім, өйткені мен басты навыктарым оны қатты болған жоқ та. Біреулер келеді, мысалы жаңағыдай middle плюс, мен джун позицияға келдім. Джун позициядан кейін жаймендеп сол үйрене бастадым. То есть задачаға байланысты. Мен мысалы бір задачаны 2 ай істедім. Жаңағыдай алғаш жұмысқа келгеніңіз бір сен бір руководитель, менторың, тимлидың таныстырды ғой кодтарды. Менде болған жоқ ондай ментор. Менде технический директор болды, бірақ ол Go-дан да, а менікі фронтенд. То есть жаңағы 20 000 строкасы бар кодты берді, сен әйтеуір бір күн алып кеттің ғой соны, иә? Осы нәрсе негізі көп нәрсе дәлелдейді, практиканың қажеттігін сразу код жазып бастап кеткен дұрыс екен. Мен осыған келіп елдер қосатын болсам, негізі ана код түсіндіріп, дайындап керек емес, задача беру керек та. И сен сол задачамен вникать етіп кодты үйреніп аласың. Осылай ютубта мысалы курс қарап жататын молодежь мысалы енді IT-ға кіріп жатқандар курс қарайды. Опының бірнеше плейлистін өтесің, ол бүкіл жерде бірдей түсіндіреді, бірақ дальше не істеймін мен деген нәрсе болады. Даже кейде сен өзің істеп жатқан нәрсені термин ретінде түсінбеуі мүмкінсің. Бірақ сен практикаға келген кезде ол нәрсені уже да ол істеп тұр ғой. Ол сен қыласың. Project based learning. Сосын кейін уже сен жаңағы үстіне қарайтын адамдардың айтады да, мынау дұрыс екен. Жаңа сіз айтсың ғой, қалай айттыңыз? Project based learning. Сосын айтқым келді. Ал мысалы енді қандай қызықты оқиғалар болды, мысалы жұмысқа келдіңіз, содан кейін бір
сервис құлатып алып ой талай рет құлаттық қой просто соның біреуін айтып берсең. қандай мысалы есте қалған бір адам бір есте қалған бір несі өзінің бір қателігі болады ғой жұмыста. мен талай рет құлаттым, ол енді конечно дұрыс емес, бірақ мен өзім ойымша кез келген бір разработчик ол бір рет құлатады негізі продты. Сосын со временем система бүйтіп құрастырылады, қалай жаңағыдай сақталу керек, қасын қандай адамдар қарау керек, өзінің бір техникасы болады да. Мен мысалы бірінші келген кезде бір кодты салып жібердім, жаңағыдай өзім локально жұмыс істеп тұр екен. Сосын негізі ол кезде анда бөлінетін средалар ше, тест, дев, сосын продакшн. Мен кезде білмей тұғым жаңағыдай средалар бөлінеді. Мен то есть локально істеп тұр, прод қалай тер жүргенсің, сөйтіп продты бір құлаттық. прод. Бірақ негізі продты құлатқаннан кейін негізі сенде 5 минут бар ғой исправить етуге. Пока ешкім білмей тұрған кезде. Сол кезде адамдардан сұрап, жаңа қалай істеу керек, не қылу керек, продты құлатып алдым. Ең жақсы совет ол қасыңдағы адамдардан сұрау керек. Олар өткен біледі да, саған көмектеседі да. Мен сөйтіп құлатып алғанмын продты. Не то адамнан сұрақ қалса керек. Одан өтіп барды білмейді. Олай басқалар айтып беретін болса. Ондайлар да болады, сатып кетті. Анау құлатып тастапты, көмектесудің орнына ше. Негізі, бірақ біз айтайын сондай не бар да, бір андай жазылмаған бір традиция ғой. Джентльменский. Мысалы WhatsApp-тың өзінде де, мысалы WhatsApp, Facebook, үлкен компаниялардың өзінде мысалы құлатып жатыр да. Хотя ол жақта үлкен бір система уже выстроена. Үстіне қарайтын адамдар бар, қанша мысалы бюджет бөлінеді. 20 жылдап келе жатқан опыт, но все равно құлау керек проект, құлап қалады әйтеуір. Құлатып жатады да, былай қарағанда енді человеческий фактор ғой. Ешкім не застрахован, не ғой. Бәрі жоқ, біздің компания мынандай, бірақ бір құлатады да. Негізі, сен құлатып бір сабақ аласың ғой негізінде, қорытынды жасалады. Біз андай болады, бала күнде біз бірдеңе бүлдіріп қоямыз, мамаларымыз бірдеңесін ұрып жібереді, ақтап ұрады, ақ гүл дейді да. Сен апарып бересің, қайтадан дайындайсың. Сындырып алған терезені скотчта қойып байқамай қалады деп. Сондай сабақ шығармаймыз да негізі содан да. Бұны жұмыста уже есейгеннен уже былай істеуге болмайды екен ғой деген сияқты. Негізі солай тәжірибе жиналсақ негізінде. Компанияның үлкендігіне байланысты ол қатенің шығындары ше. Бір компанияда мысалы Google үшін Amazon сияқтыларға 5 минут құлатты ол бәленбай $1 миллион шығын деген сияқты. Мен осындай историяларды тыңдаған кезде қызғанып, қызығып қараймын ба, андай басында қорықтым, ұрысты деген мәселелерді тыңдаймын. Мен де просто келген кезде сразу тим лидім бір алтын адам болды да, любой нәрсеге жауап бере беретін. Мен ең бірінші сұрақтарымды айтатын болсам, вообще күлкілі да, мен пуш жасай сал деп айтады ғой. Сол кезде пуш деген не? Қай кнопканы басамын деп сұрайтын ғой. Жоқ, негізі сондай адамдар болады. Сұраған дұрыс, лучше сұраған дұрыс. Мысалы кейбіреулер ойлайды ғой, жаңағыда ой, мына сол сұрақ көп қоя береді, адам түсінбейді екен деп ше. Лучше сен 10 рет сұра, бір рет өзің жауап ал сұрағына, зато сен уже біліп отырасың да. А кейде мысалы дейлида, неде бәрі. Я түсіндік, тез бітіп кетсінші деген сияқты. Жаман үйреніп кететін адамдар да болады. Ол да сондай, сол да бар. Андай еден баланс керек сияқты бір. Сұрай береді. Андай еден болатсақ та ойлаймын мен, жуниор позицияға келген кезде сенде бір ұят болады, сұрауға ұялып жүресің да. Сен жаймен өз опыт жинап алдың ғой, мен мысалы обычный тех задание келді, сен соңында сұрайсың мысалы. Өтірік сен мынау неге, мынау үшін, мынау қандай, жұмыста да сонда уже сен уже андай өзіңнен должен үлкен разработчикке барасың да, мана осындай метод болады, істей алмайтын, қалай істейсің, көрсетіп жүрсің, зат уже сондай не келеді. Ол да бір постепенно келетін сияқты. Оның барлығы бір уақыт өте келе емес, ол бәрібір де біз қазір кішкене опыт бар, бізде сол үшін айтып отырмыз ғой, типа сұраған дұрыс деп, потому что ойлаймыз қазір бір жуниор келіп бірдеңе істей алмай жатса, сұрайсызса ештеңкесі кетпейтін шығар деп ойлаймыз да өзімізше, бірақ ол жуниордың орнында болсаң, кішкене ол подсознательно қиындау нәрсе. Қорқыныш болады да бәрібір. Ұрысып жүре ме, ұрып жүре ме, кірдің, значит сен сол жұмысыңа достойный адамсың да, и бір күні ол жұмыста сен үйреніп кетесің деген. Кейде просто имеет значение. Мысалы сен көпшіліктің алдында отырсаң, кейбіреулер мысалы сондай бар тұғын программисттер мықты білетін, не қылатын, үстінен қарап ше, ой сен не білмейсің ба осыны. Токсичный ма? Иә, жаңағыдай да. Ол енді мен енді сондай жағдайларда болған кәдімгідей жұмыста. Аттарын айтпай ақ қойыңдар. Ондай жағдайлар болған, бүйтіп үстінен қарап, ой сен осыны білмейсің. Үстінен қарап дегенде менсінбей қарап па? Менсінбей, иә, бүйтіп. Ой сен осыны білмейсің. Мынаны да білмейсің ба деген. Сен осынша жұмыс істеп жүрсің деген сияқты да. Ол человеческий фактор. Мысалы кейбір адамдар олар тез алып кетеді. Мысалы жаңағыдай бір документацияны қарайды да, бүйтіп алып кете береді ше. Мысалы мен бірақ өзім мен практикпін. Маған өмір бүйтіп жаңағыдай бүйтіп мышканы ұстап барып көрсетіп, запускать етіп, эррорны алып, бір ошибкасын алып, сол кезде түсінемін да. Өзің барып қолмен көресің, басып. Мен мысалы айтатыным, мысалы сен де өзің үйренген кезде, сен де неужели сен сондай ошибка алған жоқсың, не істеген жоқсың? Сен де жас болды ғой дейсің ғой. Жоқ деймін ғой, мен бірден бірақ ол кішкентай кезінен бері программист етіп жатыр да, мысалы 10 класстан бері. Ондай мен мысалы 24 жасынан бастадым. Ондай адамдар да болады, бірақ кейбір адамдар мысалы
соған жақын, но андай болуы мүмкін, личный пространствосын қатты ценить етіп қойған. Ол саған айтпайды андай, сен сонда білмейсің ба деп айтады, просто жек көреді да адам, жақтап бірдеңе сұрап тұрса. андай взглядтың көрсетсе ма, кетсең алыстан кетсең қарап отыра ма? иә, бірақ оған мен внимание обращать ету қажет жоқ. Ол мысалы әртүрлі адам да, мысалы офиста 10 адам жұмыс істесе, соның арасында біреу болады сондай. Ол қатты біледі, не қылады, кішкене токсичность бар. Бірақ басқа адамдардан сұрасаң, кәдімгідей мысалы болған жаңағыдай вот көрсетіп, міне бүйтіп істейсің, қара деп ше түсіндіріп. Осы мәселеде бетіңді қайтарып тастағаннан кейін андай ойламау керек та, болды мен уже карьерам бітті депші, потому что мне кажется, мен ойлаймын, если сен программировать жүрсең, бет қайтару это сен екінші өмірің ғой, короче. сен де біреудің бетін қайтарасың. Өткен сен мысалы интервьюға барған кезде, жаңағыдай собеседование барасың ғой, 20 компанияға мысалы сен тастасаң, request, сен соны тек қана бір 4 компаниядан не аласың, офер аласың ғой. Это нормально. Офер аласың ба, приглашение аласың ба, собеседование? Мәселе сонда ғой. Жоқ, кәдімгі өтесің, иә. Жоқ, өтесің. Отклик мысалы 20 отклик алсаң, соның арасынан мысалы сен кішкене сасқалақтайсың, не уверен боласың, бірақ біліп тұрған сұрақтарыңды ұмытып қаласың. Андай келеді ма собеседование кезінде? бір сұрақ жауап бере алмайсың, собеседование бітеді, и сол сұрақ автомат жауап сен құлайсың одан, сен өзі құлайсың, мен ешнәрсе білмейді екенмін, сондай никчемный. Это нормально. Өйткені собеседование өту ол басқа сала. Ал мысалы жаңағыдай программировать ету ол вообще басқа нәрсе. Өзің ценностіңді, өзің неңді білу керексің жалпы. Бір рет сондай сұрақтар қоясың, ешнәрсе білмеймін, менде сондай келмейді деп ше. Самоуважение андай болды, өз-өзіңе достойный екенін сезіне бастаған бағыт. Енді бір қиыншылығы көрінеді, бірақ бэкэндермін ғой мен. Бір фронтендер, өзімен жасты фронтендер келіп, нені саған осындай қылып жасап берейін бе, дейді, мынандай қылып жасап берейін бе деп мен көңілімді сұрады да сол кезде ше. Мен желаниямды сұраған кезде вот ойладым, мен типа адам екенмін ғой мен. Адам екен, менен де сұрайды екен ғой, қалай сұрайды екен. ең басында жұмысқа кірген кезде, содан кейін кішкене ол бәрі уақыт өте келеді. Бірақ коллегалар тоже очень важно. Просто бір нәрсені есте сақтау керек та, сен ол үшін біреу сенің бетін қайтарып жеген үшін жұмыстан шығарып жібермейді деген сияқты. жоқ, бір андай болады. Мысалы менің алғаш жұмыс күнінде андай болды, типа история айтып берейін кішкентай. Алғаш жұмысқа келем, компьютер, ноутбук ештеңе жоқ. Приказ договор отырып келем, и бірінші жұмысқа келем. И обедке барып келеміз. И обед деген жаңағы тимлейтін тұрады да, сен үйге қайта бер дейді ғой маған. Мен андай қорқыныш болып кетті, бітпеймін деген сияқты жұмыс шығарып жіберді мен. Сағат бір 3:30-4-ге жақында, мен көшеде офистен шығып кетіп бара жатырмын. Болды ма енді? SWOT анализ жасап бара жатсың. Ана өзіме не дұрыс істедім деген сияқты да. Бірден сразу ноутбугымды әкеліп көрсетуім керек деген сияқты андай не келеді. Мен өзіме жұмыс жасауға не желанием бар деген сияқты. Осы ертең ноутбук апарып барып көрейін, ертең қой жасау онда көрермін. Или мен слишком қатты код жазып қойдым ба. Сосын келесі ноутбугымды әкелемін, и задача сразу келіп отыр да. Жаңағыдай сияқты сен түсініп отырсың, бірақ болатын жерде бұқып кетесің ғой бүйтіп. Сондай нәрсе болады. Еще андай болатын, бір код жазып отыр, қасым бір менторым болды. И маған ұрсып отыр да, типа перемене деген екі білмейсің ба, бірдеңеде ұрсып отыр да. Мына жақта екінші бір разработчик келеді да. Мына жігіт қоя салсаң болады ғой дейді да. И басында ана көмектескен жігітке, разработчикке мен басында ең бірінші келген кезде андай бір мына өзінше екен ғой деген немен қалып қойдым да. Менторымды ұнатып алған деп осы маған ментор болсыншы деп. Ана сөйтіп отса да ана разработчик жақсы көріп кетті. Өзі ментор. Сүйіп қосылған ментор. Сосын ойладым, негізі мен ананы ала бермесек деген сияқты. Жоқ, осы теманы. Жалпы мысалы өздеріңіз мысалы бір белгілі бір пентестермен жұмыс істейсіздер ғой. Өздерің бір істеп жатқан продукттарды қолданасыздар ма? Күнделікті өмірде. Күнделікті зарплата алатын кезде. Күнде қолданасың ғой. Жоқ, бір өзінде бар ғой, ішінде болады екен андай бір патриотизм ше, өзінің істеп жатқан жеріндегі бір продуктыны любой жерде айтып жүр. Сол қанша жерден косягі болса да ертең. Аны бір жақтап па, дос балаларың сен андай ойлап отырсаң, жусан көріп қалады жұмыс істеп жатқан коллегалар. Айлық көтеремін сондай. Жоқ, қанша бетіңе басып жатса да дос балаларың сендер мына жер мынандай істейді деп айтып жатса да бір несін тауып аласың. Ол продуктте сен қатысың болмаса да сен сол компания жұмыс істейсің, и сен қорғап тұрасың ғой. Қорғап тұрасың, бір жерде болады. істеп жатыр, бұйырса жақсы болады. Сен азанда дайындықта айтпайсың, мен жусаны қолданамын, не қыламын, продукты қолданамын. Google сразу Google болып кеткен жоқ қой деп. Өздерің істей алмайсыңдар, бірге нетесіңдер. Қолданамын мен өз басым қолданамын. Жоқ, бірақ иә, қолданбауға тікелей жасамасақ та біз енді кішкене болсын қатысымыз бар ғой. Жоқ, енді прям ондай мен қолданамын, мақтанамын, ондай жоқ енді. Бірақ мысалы кейде біз билет алған кезде болмаса жаңағыдай не знаю, тикет оның сияқты мысалы соны алған өзінде де компаниялардан эквайринг бізден өтеді да олар. Или бізден өтпей ма? Білмеймін.
фридомнан Сен өтетін білесің шығар олар. Фридомнан өтеді екен. жоқ. шаңқтер атын айтып беріңізші ашо. А болмай ма айтып Болмайды. А все онда кешір. Жалпы сондай ғой продукты қолданасың мысалы қазір көп компаниялардың өздерінің приложениесінде көптеген продукттар бар да, сервистер бар. Айттан айтайықшы. Давай. Давай. Мысалы сіз өздеріңіздің жұмыс жасайтын жерлеріңізде өздеріңіздің компанияның продукты қолданасыздар ма? Қолданамын. Мен билет алатын кезде қолданамын. Мен зарплата алған кезде болмайды. мен де зарплата алған кезде сонда анау кредит төлеген кезде онда Маған просто зарплата слишком көп түседі да, содан кейін перевод жасасаң. Жоқ, бізде былай болды ғой мысалы да. Біз айлық түскен кезде біз банкоматқа барып ақша шешіп алатын едік та. Оған да приложениені білмейміз. Біз IT саласында жүргеннен кейін ба бізге қандай өзіміз үйреніп кеттік қой жаңағы продукт приложение қолданамыз, перевод жасаймыз басқа картаға да. И біз билет аламыз, айлық кредит төлейміз деген сияқты. Или бір сервистерге кіреміз деген сияқты. Ал IT-ден тыс жүргендер бар ғой. Мынаны істеуге болмады сұрайды ғой деп. Әлі күнге андай банкоматта ақша шешіп жүргендер бар да. Андай сенбейді приложениелерге да. И басқа біреуге кетіп қалады деген бір қорқыныш та. Андай Apple Pay мен төлейтін кезде мысалы Apple Pay'да бір Freedomның ба бір любой банктың картасы тұрады, бірақ ана жерде терминал жусан деп тұрса мысалы. Менікі мынау ғой деймін. Менікі мынандай болмайды значит деп ойлайтындар болады. Мысалы сіздерді айлық түсетін күні өздеріңіз қалай сезінесіздер? Керемет сезінесіз. Өте керемет. Мне кажется, айлық алатын күні адамдар бәрі жақсы сезінетін сияқты. Андай бәрі офисқа шығып, уже андай айдың соңына қарай кола ішіп жүргендер уже андай кофе ішіп Уже бәрі бір сияқты, ауа райға жаңбыр жауып жатыр ма, қар жауып жатыр ма. сондай ең бастысы болды. айлық түсетін күні андай бір коллегаларым бар, удаленка істейтін да, өмір офиске келмейді. Сол кезде бір офисқа келіп андай бір бір жаққа Бір амандасып дейді. Андай аяқ түскен кезде де аяқ түсті бәрі қуанышты. Әлі түскен жоқ деп отырғандар болды. мынандай ситуация болды. Новенькиялар ма? фамилиясы Т-дан басталатындар болды мен. Бізде мынандай ситуация болды. Андай жаңағы жұмысты бір белгілі бір 2 апта сайын спринт дейтін болады ғой. Соны бітіргеннен кейін қорытындылаймыз, ретро дейтін болады ғой мысалы. И бізде кейде андай болатын ретрода сондай жаңағы пицца, тамақ бірдеңе әкеліп отырамыз. Обсуждение жетеміз, спринт қалай өтті, задача болады деген сияқты. И бізге айлық түспей тұрды да бір удаленкалар келді, андай не кетті типа. Біз келеміз ба, келмейміз ба білмей тұрып кетті да. Офисқа шығып отыр. И зарплатамен бірге бізге андай KPI дейтін болады, квартальный бонустар сондай түсіп қалады ғой. И бәрі жазады удаленкадан не алып келейік офисқа, мен пицца алып келемін, мен су алып келе саламын, мен андай алып келе саламын дейді да. Сонда ойлап, бәріміз шығып кетті офисқа да. Движняк дейсің ғой. Движняк болады да, сонда бір кейде сондай бір мотивация. Мен де шақырсай. Сонда бір мотивация болады негізінде. Мен де пицца жеймін. Жалпы мысалы, біз жұмысқа алғаш келген күндерімізді айтып жатырмыз. Мысалы, алғаш келген кезде әріптестеріңізбен қалай тез араласып кететін, қалай араласып кеттіңіздер тез? Сондай бір лайфхактар бар болса бір. Менде өзіме в целом жұмысқа келген кезде андай особо қиындықтар болған жоқ, адамдармен сөйлесу маған қатты қиын болмайды негізі. Офистің ішінде былай жұмыс бойынша кім немен айналысады, сол бойынша танысып сөйлесіп кеттік. Ал қазіргі таңда ең қатты жақын сөйлесетін адамдармен қалай араласып кеттім деп айтатын болсам жұмыстағы, бұл кішкене пропаганда жаққа қарай кетіп қалады да. Андай өзім бір кішігірім жаман әдеттерім бар, далаға шығып таза ауа жұтып қайтатын 5 минут 10 минут. 5-10 минут таза ауа жұтып қайтатын әдетім бар. Сол сияқты мен жұмысымда тоже ондай адамдар көп екен. Солармен бірге шығып уже жұмыс туралы ғана емес, басқа да әңгімелер айтып далада солай сөйлесу. Мен жұмысқа ең алғаш келген кезде бірінші танысқан адамдар түскі уақытта жаңағы тамақ ішуге шығып сөйтіп барады. Сондай болған да. Күнде шыға бересің. Негізі бар ғой бір, ол аржан сенің руководителіңе байланысты сияқты да. Новенький да, руководитель жаңағыдай опытный болса, новенькиймен старыйсыз араластыру үшін руководительге байланысты. Обедке шығып келейік деп сол таныстырады да. Өйткені сен өзіңге бар таныса алмайсың, ол да келіп саған таныспайтындар болады да кейде. Бәрі бізде болады да, басында үйренісе алмай жүресің ғой, содан кейін. Көбісі интроверт қой. Тем более сен бірінші рет келіп түсін жұмысқа, еще ана адам түріне қарасаң серьезный болса, жақындауға қорқасың деген сияқты. Адамға да байланысты негізі. Мен мысалы өзім бірінші келген кезде жұмыстың фронтендте бір өзім болдым ғой. Сол кезде мен былай поверхностно таныстырды да. Мынандай. Ұмытып қаласың сол кезде атын қаласың. Аты кім еді деп бүйтіп. Тек қана қасындағы отырған адаммен сөйлесесің да. Мысалы мен таза ауа жұтпаймын, сен сияқты бесе алмаймын. Обедті бәрі өзімен алып келеді обед. Нарда ақша жоқ па дейді. Саған не повод бермей жатып танысуға. Соны қалай таныссақ екен, былай таныссақ екен деп.
біз как раз мен тұрған кезде мен сентябрьда тұрдым, біз осылай 1-2 ай кішкене төбет етіп корпоратив болды. Сол корпоративте бәріміз бірден танысып кеттік. Ертесіне дейін корпоратив негізі бәрінің маска шешілетін жері ғой, әріптестердің де сервизін ол жүргенде содан кейін уже родной болып кетесің бәрі. бәрі пайдалы бәріне. Шынымен кәдімгі ертесінен уже сөйлесіп, не қылып, сен есіңде ма, ана бүйтті ғой, ана сөйтті ғой деп. менде де андай жақсы еске алып отырасың да. келеді бүйтіп өстіңде ғой, мысалы 30-40 адам тұрады, келді да мынау Әбілқайыр дейді да, мынау танысып шығады, аты ұмытып қаласың, и мен андай болады, WhatsApp или Telegram группаға кіргізсеген тезірек дейді да, сол шатпен уже біліп аласың ғой түрлерін бәрі, мынау да елдар, мынау да LinkedIn-мен пробивать етемін. сөйтіп танып аласың да. Олай істеген жоқ мен. Мен істедім как раз. мен де сондай болды, типа жұмыстан тыс біз сондай караоке бірдеңе барады сол командамда, и мен соған қосылып кеттім, ән айта алмасын, содан кейін сөйтіп қазір әншімен билік. Бірақ арада сондай бір адам керек. сондай бір руководительге байланысты или бір орта руководитель болса да бұрын опытный разработчик болады. Жалпы не обязательно даже опытный, кейбір өзі сондай душа компания адамы болады, любой коллективтің андай бәрін біріктіргісі келіп тұратын, хоть жум болса да сондай адамдар. Қай отделға келеді сол байланысты. Мысалы мен фронтендке мен өзім менен келген балаларға бірден таныстырдым да. Мысалы бэкэндтің балалары, мысалы техподдержканың балалары бірге шығып сөйлесіп, мысалы отырып қалма, не істеме. Себебі сенде опыт болды өзіңде. Мен сондай состояниені сезбесін деп, өзім ыңғайсыз болмасын деп, жалғастырамасын деп. Өйткені кейбір мысалы программисттер келеді да, өзін сезіне алмайды да командада, басқа уже жұмыс іздейді ше. Ал егер де мысалы жақсы өзін сезінсе, ары қарай айтқым келгені адамдармен танысу үшін міндетті түрде таза ауа жұтудың қажеті жоқ. Ол да жақсы көмектеседі. Оның да бір пайдасы бар. Пайдасы бар, бірақ коллективқа маңызды ғой, коллектив маңызды жүреді. ең не емес деген. Сен басқа компания адамдарымен танысасың. Таза ауа жұтып кезде. менде еще мынандай бір қасиет бар өзімде. Бұрыннан бала күннен келе жатқан. Мен бір ортаға келдім да, мен 1-2 күн анализ жасаймын. Кім қандай елдармен қалай сөйлесе аламын, олдаспен қалай сөйлесемін, досполмен қалай сөйлесемін дейтін де өзім анализ жасап жүремін да, кім қалай деген сияқты зерттеп аламын, и сосын ашылып сөйлесемін. И менің сырт келіп өтім рөлдерге андай серьезно көрінеді екен да, андай әзілдеспейтін, андай жұмыс не істеп қалатын сияқты. Көп адамдар маған бірінші келуге не істейді екен, жүрек сынады екен да, келіп обращение жасауға. И сосын өзім келіп сөйлесіп, елдар айтқандай таза ауаға шығып сөйлесіп келгеннен кейін уже олар не бастайды. Сосын корпоратив дейді, айбитке шығады, содан уже сөйтіп жақсы араласып кетесің. Сондай жерде қалмау керек негізі. Негізі мен көп келген абсолюттерге айтамын, мысалы командамен караокеге, команда бір жаққа бара жатып па, міндетті сенде шық деймін да, үйрен, көрсет өзіңді. Хочешь, не хочешь, күнде шықпайсың, просто анализға шығып. соңында шықпайтындар бар ғой. Бар да. Караоке ұнамаса да, просто бір барып қайтқанда тұрған ештеңке жоқ. Команданың несіне бару керек. Может, ұнап қалады сол кезден бастап. Мысалы менде де сондай болады, мен кішкене біреулерде страх болады сондай. Интервью Сол болғаннан кейін не болғаннан кейін. Заставить ету керек көз адамдардың алдына, көз алдына түскісі келмейтін, ортаға бір шыққысы келмейтін. менің нем сондай адамдарды жақсы көремін да, ортаға қосқанды да, мен зерттеп жүремін. Мысалы елдар араласпай жүрмін, елдарды әкелемін ортаға. Елдар осындай барайын деп барасың ба, ақша жоқ мен қосылтамын деген сияқты да. Дос менде ақша жоқ. Елдар екеуміз барайын тұрып, елдар алып берейін тұрып қоса саласың. елдар саған қосылады. сондай адамдар андай бір себеп айтады ғой, мен осындай себеп болып тұр дейтін, қатты маңызды емес деген сияқты. Сонымен андай араластырған жақсы көремін да, команданың бір андай сөзіңіз рас болса шыққаннан кейін таза ауа жұтып кетеді. міндетті түрде. осы жаңадан жұмысқа келгендерді ортаға қалай енгізу керектігі туралы бір не бар, идея бар. Идея дегенде соны жасадық деп айтайыншы. Клуб. Клубтар бар. Клуб деген ночной клуб бар. енді коллектив болғаннан кейін әр адам әртүрлі қызығушылықтар болады ғой. Біреулерге шахмат ойнаған ұнайды, біреуге кітап оқыған ұнайды, біреуге тауға шыққан ұнайды. Тематикалық клубтар ғой. Әртүрлі интерестерге байланысты. Біреулерге кальянға барған ұнайды. Сондай тақырыптар қосып клубтар ашқан болатынбыз. Ол 3 жыл болды биыл. Сондай болды. Арасында қалғандары бар, жаңағы істемей қалғаны бар, өшіп жалғаспай қалғандары бар. Сол нәрселердің мақсаты ол жаңадан келген адамдарды сол клуб арқылы коллективға кіргізіп жіберді. Негізі бір мақсаты ше. Және екінші мақсаты жұмыстан бөлек те кішкене қызық нәрселер бар деген сияқты. Мысалы тауға шығу жалғыз адам үшін кішкене қиындау болуы мүмкін, ол қызық емес болуы мүмкін, ол не қыламын деген сияқты. Ал егер қасында 2-3 адам болса, жүр тауға барады десем, мысалы баратындар бар. Мысалы келсем, дұрыс, бірақ жаңағыдай не только ертең мысалы сен сол жұмыстан шығып кеттің, сен мысалы коллегаң жақсы сөйлестің, ол мысалы ертең сені тартуы мүмкін да басқа жұмысқа, басқа компания тұрып кетеді, не қылады. Мысалы сондай кәдімгідей кейстер бар, жаңағыдай жұмыстан шығып басқа жұмысқа тұрып, одан да жақсы жұмысқа тұрып, ар жақта коллегалар уже хантить етіп жатады да.
кеш кел ол сияқты осындай офер бар саған. негізі уақыт өте келе опытпен келген кезде уже келесі жұмысқа ауысу деген андай бұрынғыдай хедхантердан жаңа жұмыс іздейін деген емес, сондай бір рефермен таныспен кетіп енді андай болатын, андай бола емес, бір жұмыс жасағанда бір тәжірибе аласың бар, басқа жерге қолданады дейтін. Мысалы мен бірінші келген жұмысымда біз сондай болатын да, сондай ретро дейтін нәрсе, біз сыртқа шығып торговый центрлерге барып пицца, сондай бірдеңе жеп, сөйлесіп әңгімелесіп сөйтіп істейтінбіз. И мен соларды алып алдым да, и басқа жұмысқа келген кезде мен айттым, типа қандай идеяларың бар еді, басында келген кезде екінші жұмысымда андай болды. Осындай аудиторияда отырамыз кабинетте и серьезно сөйлеседі де бәрі. Біз айттым, давай осы кішкене өзгертейік дедім да. Давай мына ретро дейтін нәрсені праздник ретінде көрейік. күтіп отыратын. Бәрі күтіп жүретін дейді андай. Қашан пятница болады, осы біз обслуживание дедік, обслуживание айлық төлесеңдер сен. Сол нәрселерді әкелдім деп, пицца әкелейік, сок әкелейік, торт әкелейік, шай ішейік, әңгіме айтып еркін сөйлесейік деген нәрселер. Мен де келемін ретро. Сен олша бізге мысалы ауысу керексің. Адрес скажи мне. Сондай бір лайфхактар болады. Мен сол ана алып, сөйтіп тәжірибе жиналасың да, ертең сен бір жерге бір өзің руководитель должность барған кезде сенде уже бэкграунд бар да. Коллектив қалай араластыруға болады, сөйлесуге болады деген нәрселерді. Сондай жақтан да қарап жүру керек та негізінде. Кейбір біреулер бар, жаңағыдай бір жерде жұмыс істейсің и бір жерге ауысасың, бірақ екі түрлі командаға барасың да бір компанияда. И ол айтады, ана команда жақсы еді дейді. Мен айтамын да, мана команданы жақсартуға саған кім кедергі деймін да, или не кедергі деймін да. Андай, ол мына жақта басқа компанияда жүрген кезде біреудің есіме жүріп болды андай. Мысалы Елдарға шақырады, Елдарға жүреді, Елдарға жүргеннен Елдар ана жаққа барады, ол Елдармен бірге барады да, араласып жүре береді. И ұнайды осы ортада жүрген да, мысалы олдас шақырады, ол сөйтіп жүреді. Мына жаққа келгенде ной орта ғой. И андай не болып батсақ ашыламай қалады да. Өйткені бір андай өз инициативі болған жоқ, өйткені мына жақта Елдар көрсетіп жүрді, мысалы Досбол көрсетіп жүрді, олдас көрсетіп жүрді, мен көрсетіп жүрдім деген сияқты жолда да. Есіме бір кішкене қиналып батсақ, сондай адамдарға да бір кішкене бір не беру керек сияқты. Бір қызық оқиға айтып жіберейінші, пока ұмытып қалмай тұрғанда. Бізге жұмысқа бір жаңадан бала тұрды. Осылай бәрін таныстырдым, бәрі жақсы керемет болып жүрді да. Жаңағыдай не қылып, міне осындай біз мысалы фронтенд команда, біз мына жақта бэкенд команда, сөйтіп сыртқа шығып таза ауа жұтып, не болып. И былайша неге жақсы сөйлесіп жүретін тұғымыз. И бір күні сөйтіп бір балалардың қасында тұр да, үндемей тұр. Сосын ойнап айтасың, сен осы жұмыстан шығайын деп жатқан жоқсың ба десе. Я жұмыстан шығайын деп отыр. Ол бір ай болған жоқ та жұмыста. Білемін, жақсы танимын, ол менің студентім болған. Ол менің тәрбием. Ол менен кеткен қателік. Сондай кейстер болып тұрады ана. Бәрін істеп тұрсаң да, айтып біресе жақпай қалады да. Негізі жаңағы айтып отырмыз ғой, адамдардың бір-біріне араластыру руководительға важно деп. Бұл жерде руководитель деген мысалы должность қой ол да. Жалпы бизнестердің өзі владельцтер болады ғой. Соларға да бір айтылатын нәрсе. Негізі офиста условия жасасаң, жақсы условия жасасаң, адамдарды араласуына тоже андай мүмкіндік береді да. Мысалы настольный теннис деген жұмыста офистің плюшкалары кәдімгідей адамдардың араласуы жақындатады да бір-біріне. Қызығушылық бойынша. Соларды бір жақындастырады адамдарды негізі. PlayStation ойнап кетесің, настольный теннис ойнайсың. Біз жұмыс кім істейді сонда? Жоқ, жұмыстан тыс бір андай үзілістер болады ғой, мысалы 13:00 мен 14:00 ол официальный обедке түскі үзілісің да. Кейде мысалы ерте елдер көрсе ерте ішіп аламыз да, и 30-40 минутымызды теннис ойнаймыз. Иә, ол солай ғой, негізі көп миф бар, негізі айтишниктер таңнан кешке дейін настольный теннис пен PlayStation ойнап отырады деген сияқты. Оның барлығы жұмыстан одан да шаршайсың негізі. Әріптестер туралы айтып отырық қой. Мысалы енді сіздерге қандай формат ұнайды? Офис форматы ма или удаленка ма? Қазір шықты гибрид дейтін де бар мысалы. Новичок болсам мен, енді junior болып кірсем, міндетті түрде офиста істеп көруді қалайтын едім, және кеңес беретін едім кез келген новичокқа, потому что бағана айтып отырмыз ғой, офиста көп адаммен танысасың, сөйлесесің деген сияқты сол моменттер бар. Ал қазір өзіме жалпы уақыт өте келе особо разница болмай кетті, бірақ 80%-ын мен өзім даусымды сол офисқа беретін едім, потому что өзім сондай адам. Сен айтатын шығар деп жаңағыда Балиға барып, бір жыл жұмыс аяқта тұрар ғой. Өйтіп закатқа қарап, сондай ма деп 80%. Ол да мүмкін енді, бірақ негізі офис өзіме ұнайды жұмыс істеуге именно. Адамдармен араласу, иә. Гайдаласы дәмді болады дейді жұмыстың. Саған удаленка сияқты саған. Жоқ, маған 50-50. Мысалы, кейбір компанияларда мен естідім, олар 3 ай жаңағыдай офиста істейді, 3 ай удаленкада жұмыс істейді ше. Ол да жақсы. Өткен мысалы удаленкада бірыңғай істейді. 3 ай бәрі кетіп қала ма удаленкаға сонда? Бәрісін ол жағын қарамадым. Бірақ сондай кейстер бар екен негізі.
неге ол жақсы? Өйткені сен мысалы шаршаған кезде басқа елге барып, басқа елде тұрып, мысалы Таиландқа ма, бірақ хотя бы Таиландта жұмыс істемейсің ғой. Сондай жерде тұрсаң демаласың ғой. демалатын сияқтысың ғой. Өзіңе қайсы жақын сияқты? Маған 50-50. Мысалы айтып отырмын ғой, сол сен шаршаған кезде бір басқа ел аралап, сол жақта жұмыс істеп, сол жақта тұрып, білмеймін, енді часовой пояс беретін шығар өздері, осындай часовой поясқа дейін деп. Аралықта болу керек. Иә, аралықта болу керексің деп. Сосын бірақ удаленка бір минусы, сен мысалы кәдімгі адамдармен сөйлесу үйреніп кетеді екенсің ше. Сөйлесе алмай қалады екенсің адамдармен. Керісінше дейсің. Иә. Жаңағыдай жабайы жабайы болып сол қалдың аша бересің ғой бүйтіп ше. Сондай Таиландта Не бар екен деп. Таиландтың пляждарында 2 монитордан тұрмайды дейсің ғой. Мысалы мен мынандай болды, мен полноценный 100% офиста жұмыс жасап көрдім. Бір компанияда, екінші компанияда полноценный удаленка жасап көрдім. И мен удаленка жасаған кезде мен андай өз-өзім қарамай кетесің, шашың өсіп кетеді, сақалың өсіп кетеді. Жабайыланып кетесің. Жабайыланып кетесің. И дос болып айтқандай, адамдар сөйлесіп қоясың, и маған дос болар айтады да. Сен шықшы, әңгімеге шықшы, үйден шыққың келмей қалады. Или бір жаққа кетіп қаласың, басқа қалада, басқа елде жатасың. YouTube постпасын дейсің. Сен түрің әдемі болып кетті қазір бар ғой, сен офисқа шығып жүрген Офисқа шығып жүрмін қазір. Сосын андай болады. И қазір менде маған как гибрид формат ұнайды. 3 күн офиста, 2 күн удаленкада. Бірақ удаленка кейде қатты бір жеке бір демалғың есегің келеді, кейде бір шаршап қаласың ғой. Офистан да бір офиста суетадан шаршайсың да, демалғың кезде удаленка жасайын. Бірақ көбінесе офисқа шыққан жақсы көрдім қазір. Осындай адамдармен сөйлескен ұнайды екен маған. Менде кезінде негізі сол неге байланысты сияқты, иә, адам семейный ма, семейный емес па дегенге де тоже влиять етеді. Семейный болған кезде удаленка істеген кезінде 1 жыл ма, 1,5 жыл удаленка істеген. Жаңа айтып жатқандай жабайыланып кетесің, шынымен де ешкім келмейді, ешкіммен сөйлескің келмейді, көргің келмейді. Күндіз шаруаларын істейсің, жаңағы үйге байланысты, отбасына баланы больницаға апарып бергенде деген сияқты. Түнде бәрі ұйықтаған кезде өзің отырасың жұмысыңа ше. Сол олдың өзінің бір күшті несі бар да, бір вайбы деп айтады. Бірақ қазір офис мысалы. Бірақ андай не болып кетеді шығар, жұмыстың уақыты мен үйдің уақыты екеуі араласып кетеді. Баланс жоғалтып және түнде жұмыс істеп отырасың дейсің ғой. ұйқы кетіп қалады, ұйқы ауысып кетеді да, күнмен ауысып кетеді. Күндіз ұйықтайсың, жаңағы таңғы 6-ға істесең, 6-тан 12-ге шейін ұйықтайсың да. Сосын күндіз жаңа офиста жазады ғой, Zoom анамдай сондайлар бәрі өткізіп тұрып, сосын қайтадан жаңағыдай шаруадан істейсің. Сосын келіп түнде істейсің. Мен андай болады, мен офиста жүргенім ғой, мен ешкім мазаламайды. Андай звонок ештеңе болмайды. Мен удаленка кетемін, созвон, Абдулхарим у нас задача құлап қалды, қара, надо созвонить, можем созвониться дейді. Сонда бәсе сен ұйықтап жатсың ғой мысалы да. Сен сол созвон үшін тұру керексің да. Негізі топ компаниялар бар ғой, Google секілді, солар офистарына условияны сондай мақсаттар жасайды ғой, мысалы офистің ішінде детсад барлығы бар да, сен полный фокус сол жұмысқа арнайсың да. Сол удаленканың кейбір мысалы мен фронтендте істегеннен кейін, мен мысалы проектті өзіме жаңа компьютерге скачать ете аламын да. Мысалы бэкэндте істегеннен кейін сендерде мысалы защита бар, не бар, удаленка компьютерге кіре керексіңдер да. И кейде мысалы сол компьютер зависать етеді ғой. Болмаса бір кез андай айтасың, ана бас жерші. Істемей жатыр. Кто офиса может перезагрузить мой компьютер, жаза жүрсің. Сондай сияқты. Финтех компания Макпон сондай болды ғой. Starbucks'та отырасың, Макбук ашып отырасың. Пуст тұрамын. Жоқ, андай кейде ана удаленка кетіп қаласың ғой, ана чатқа жазбай кетесің ғой. И адамдар сомнение болмасын деп коллегаң кейде жазып қойсын сондай. Кто-то может, кто офиса может перезагрузить мой компьютер или бірдеңе сұрап андай. Мен жұмыс істеп отырмын деген. Кейде бір көрсетіп қоясың ба? Случайлар болған сондай бір коллегалар удаленка жасайды басқа жақта да. Компьютер больше қосылмаған да. Мен жұмыстың чатында кто в офисе деген сұрақты көп естимін да, бірақ соған жауап аз естиді деген, потому что біліп тұрады ғой адамдар жұмсайын деп жатқаншы бір жерге. Негізі тоқетері 50-50 менікі. Өте жақсы. Менде офис және гибрид арасында. Менде 80% офис. Ол жапалақ. Ал енді жалпы мына жұмыстан тыс бос уақыттан немен айналысқан жақсы көресің? Мысалы спорт, осындай бір мәселелер бар ғой. Мен негізі өзім ойлаймын, мысалы маған өзім велосипед ұнайды. Бір какой-то спорт керек. Велосипед ұнайды дейсің ба? Велосипед андай тауға шығып кетемін, наушник табамын, киіп аламын да өлең тыңдап тауға шығып демаламын. Өйткені ана мысалы мен білмеймін, сидячий образ жизни болғаннан кейін тез шаршайсың, выгорание сондай келеді. Жылына бір рет келіп тұрады өзі бүйтіп. Мен келдім деп не істейсің демесе. Біресе істеу керек қой деп. Сол кезде мен мысалы велосипедті аламын да тауға шығып кетемін. Тауға шығып, сол жақта демалып, активный спорт бұл. Мазалама, мен бүгін демаламын деші. Сондай сияқты.
жеке спортпен айналысу керек по-любому. енді дәл қазір айналысып жатсың ба сонда спортпен? Иә, Қандай бір велосипедпен. спортпен? Велосипед профессионально айналысады. Қандай? велосипед велосипед. иә өзім велосипед сатып алғанмын өзіме. Аха. Андай рюкзак бәрі. Киімі, бас каскасы, Бәрі. очки, бәрі бар, аяқ киім. Жұмысқа велосипедпен келесің ба? Баяғыда келетін сол велосипед. Қазір Қазір машина алғаннан кейін ауыстырды. машинаға келемін. Былай демалыс күндері. А, Демалыс күндері шақырып тұрады, велосипед шығасың ба дейді. Өзі андай. бізде кімді таныстырып қою керек қой Дастанмен, иә? Дастанды велосипед деп Жоқ, дастан былай ғой. Мынау профессионально айналысады. Шұғыла қолаға шығады да. И Тауға. шақырады бізді. шық деп па? И біз шыдай алмайсың да. Әр адамда мысалы менде бір спорттың өзінің бір философиясы бар. Мысалы үлкен арақашыққа шыққаннан кейін мысалы медеуге шығу керек иә. Басында мысалы қаладан бастаған кезде кішкене қорқыныш болады да. Сол медеуге дейін қалай жетемін ба жетпеймін ба деп. Өйткені сен бөлесің жолдарды бар ғой. Мысалы ана жерге дейін барамын да бір демаламын. Сөйтіп мысалы 1,5 сағаттың ішінде мысалы медеуге шыққаннан кейін ол да былай мысалы бір таск сияқты ғой. Үлкен бір таск берген кезде глобальный. Қалай істеймін, не қыламын деген. По чуть-чуть істейсің ше. Бөліп. Сосын уже қалай жаңа бітіргенде өзің білмей қаласың. Үйге келгенмін, демалып жатасың, өзіңе рахат, өзіңе риза болып жатасың онда. Аяғың ауырып ба, не істедің? Андай ал дейсің да, приятный усталость деген сияқты. Бірақ сол уақытта жеткен кезде өзің бір мақсатына бір іштей бір өзіне довольны боласың да. Дофамин ба? Мен осыны істедім. Асылда қандай спорт айналысасың ба? Мен жұмысқа ең бірінші кіргенде IT-ға ең бірінші кірдім ғой сол кезде андай ощущение болды. Арманымдағы жұмысқа кірдім бұл деген сияқты полный андай жұмыс болып кетті өмірім қызық барлығы өзіме. Солай спорт ештеңке болмай кетті. Спорттан менде сол кездерде жаяу жүру деген болатын. Жұмысқа жаяу жүгіріп келу ма? Жаяу жүрген өте қатты ұнайды өзіме бала күннен бері сондай болатын. Вот осы бір 6-7 ай болды қазір волейболмен айналысып жүрмін. Аптасына 2 рет барып тұрамын. Студент кезде айналысқан спорттарды қайтадан өзіме қайтарып кішкене формаға да келу керек. Көріп тұрғандар волейбол туралы. Мен де 2021-ден бастап боксқа барып жүрмін, бокспен айналысып жүрмін. Аптасына 2 рет. Боксқа баруға не себеп болды? Жұмыста біреулер ренжітеді ме? Саусағымен көрсетесіз. Жоқ, студент кезімде маған бір общагада тұрғанда бір бокс не болатын, борец. Сол айтатын, ол жігіт дейді ол өзі. Сен арықсың, саған бокспен айналысқан жақсы болады, жаған жақсы келеді деп айтты да, соған жарасады саған, бойың ұзын деп. Соны иә деп ойлап қойдым да сол кезде. Сол кезде ойлап жүрмін ғой дедіңіз да. Бірақ ол кезде мектеп кезінде, университет кезінде ешқандай айналыспағанмын да, мүмкіндік болмады. Кейін осы жаққа келіп, абонемент алып сөйтіп айналысып жүрдім да. Қазір өзіме ұнайды. Білмеймін, андай біреу айтты емес, өзіме ұнайды да. Барып, залдың өзінің бір иісі, сасық иісі бар ғой. Сондай ұнайды өзіме. Раздевалканың иісі шықпайды дейсің. Шашағын басасың, кішкене болсын, ойыңды басқа жаққа бұрасың да. Мен бала күнінде спортпен айналысып келдім да, и осындай бір основной осы разработка IT-ге кіргеннен кейін мен спортты көп тоқтап қалдым. Мен 83 килодан мысалы 120-ға дейін 40 килодай қосып алдым да. Дәл сондай жағдай. Өйткені жұмысқа полноценно кіріп кеттім, и маған жұмыс қызық. И мен жұмыстағылармен жүргім келеді, в общем, бос уақытым бәрі сол жұмыстағылармен қыз коллегалармен бірге барамын. И мен өзім өлмей кеттім уақытта да. Сөйтіп мен спорттан алыстап қалдым да. Енді мен қазір қайтадан бастап аласың да. Бұрын мысалы мен жүгіретінмін, мысалы андай спорттар болады. Жас кезінде спортқа бірақ мен жұмыстан тыс кейде неге жазылатын вокалға. Хобби ретінде да. Өзім мен ән айтқанда өзім бір андай жақсы демалып қаламын, энергиям шығарып, даусым жоқ болса да бір айқайлап, микрофонға айқайлап айтасың ғой. Караокемен. Сондай караоке. Сондай болады, жұмыс отырасың, бірдеңе айтады, караокемен кет. Білемін караоке айтатын ше. Жарығыма сондай бір негізі демалыс керек негізінде да. Жұмыс жүре бермей, спортқа да бір осындай бір хобби бірде тауып алған жақсы. Кез келген бір спорттың түрі, бағана айтып отқандай мен мақтанып жоқ. Хотя бы жаяу жүру керек деп ойлаймын біз. Өйткені күнде отырамыз. Өте жақсы. Компьютердің алдында отырамыз. Мен бір түсінбейтінім, енді ол әркімге әртүрлі ғой. Таңнан кешке дейін компьютердің алдында жұмыс істеп отырып, одан кейін неге барып, компьютердің клубқа барып, бір 5-6 сағатқа жазылып ойнайтын, енді өзінің кайфы бар ғой тоже. Әркімге әртүрлі біреу болса компьютер. Мен сондай бар менде негізі кейде ше. Жұмыстан бөлек, мысалы үйде өзім компьютер сатып алдым, соған әдейі кішігірім өзім бала кезде арманым ғой, осындай күшті компьютер сатып алғым келеді. Өйткені мысалы мен баяғыда компьютер клубқа баратын тұғым. Андай үйде болса компьютермен көп ойнай беремін, сондай бар ше, геймерлік бір не бар. Шығамай қалам ше, бүйтіп отырып, 4 күн бойы тұрмай ойнай беремін ғой. Соны біреу тұрғыза ма, өзің қалай тұрасың ба? Есік жауып алыңшы. Жоқ, менде андай сондай ситуация бар да, мен ойын ойнаймын ғой. Өзім байқамай қаламын қалай кіріп кеткенімді. Қараймын таңғы 5.
шүйдесің уже обид болып жатыр да, сен әлі отырсың да, андай мен білмеймін, қап қараңғы жабылып қалады да кейде. И мен өзім бірақ тоқтата алмаймын. И Әбілқайыр қоя тұр, бұл демал деген сияқты да. И 2 күн қатарынан ойнап кетуі мүмкін, бірақ 3-ші күнге созылмайды менің уже ауруым. Андай өзім тұрып кетсем, өзім автоматын далаға шығып кетемін, жүріп өзім ойым бұзыламын да. кішкене зиян ол негізі ше. Негізі кейде мысалы уақыт кетіп қалады ғой. уақыт көп кетіп қалады. Байқамай қаласың. Байқамай Кейде мысалы доспаға хабарласасың, телефон өтемейді. 3 күннен кейін жазады ответті. Сосын кездескен Сонда сол деп па? Ойын бітірдім деп жазғаннан кейін андай айтады ғой. WhatsApp ответ жазады мысалы. Bir шаруадан отырып босамай қалдым дейді да, 2-3 күннен кейін жазып жатыр ответті. Сосын келесің кездесіп қалсыншы ғой. Кешегі нені бітіріп едім ойын дейді. әңгімелер андай серьезно по делам. WhatsApp пайдаланды, бірақ живой сөйлескен кезде асылып қалды да андай. Мен бар ғой бір ұстап тұратын сол ойын ойнамау ғой, андай екен мен күте алмаймын ойынның загрузкасын. Маған ойын деген андай болу керек, типа телефонды ашасың, кіресің, төртбұрыштарды қоясың или домалақтарды қоясың. Бүйтіп істетпейтін ба максимально? Сразу жоқ Пау-пау миыңды қозғалтасың, бірақ ашылған кезде плей деп басып Мен сонда айтамын, телефонда көп ойындар болатын бүйтіп. Қолың босаса ойнай бересің да бүйтіп. Сол өшіріп Сол жаңағы менде сол жұмыста сондай жаңағы елдар айтқандай ойындар бар, жаңағы кросс-рат деген. И ана жұмыс, ана ойын кіріп кетесің да, шыға алмайсың да бір. И қазір мысалы 20 мың болсын бітіремейсің да, 30 мың кетіп қалады, сөйтіп уақыт созылып кетеді да.